Сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Балалар, ендеше мына бейнебаянға назар аударайық. Қарсы мәндес сын есімдерді көрейік. Мен сын есімдерді білемін. Олар заттың түрін, түсін, пішінін, дәмін, басқа да түрлі белгілерін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қызыл, дәмді алма. Жарайсың. Мұны білгенің жақсы. Ал енді үлкен, дәмді сөздеріне қарама-қарсы мағыналы сын есімдерді білесің бе? Иә, үлкен алмаға кішкентай алманы, дәмді алмаға дәмсіз алманы қарама-қарсы мағыналы деуге болады. Міне, осындай мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер деп атайды. Аға, қызыл және жасыл сөздері бір-біріне қарсы мәндес сын есімдер ме? Жоқ, Дана. Түс атауларының ішінде ақ пен қара ғана қарсы мәндес сын есімдер болады. Ал қалғандары осы екеуінің арасындағы түстер болып есептеледі. Түсінікті. Ендеше, мына тапсырманы орындайық. Әр суретте бейнеленген екі нәрсенің бойындағы қарама-қарсы сын есімді тауып, айтуымыз керек. Қоян қорқақ, арыстан айбатты, қауырсын жеңіл, ал тас ауыр. Піл үлкен, ал тышқан кішкентай. Шырша мен қайың Қайың биік, ал шырша аласа. Түйе ірі, қой ұсақ жануар. Жылқы асау, қой момын болады. Қар ақ, көмір қара. Қыс суық, жаз ыстық. Олай болса, балалар, қарсы мәндес сын есімнің ережесін қайталап еске түсірейікші. Мағыналары бір-біріне қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер дейміз. Балалар, олай болса, мына сөздерге қарайықшы. Қараңғы, қымбат, аласа, жұқа, алыс, қою, жарық, қалың, сұйық, арзан, жуан, жақын, биік, жіңішке. Бұл сөздер қандай, қай сұрақтарына жауап беріп тұр? Бұлар сын есімдер. Ендеше, осы сын есімдерді белгілі бір белгілеріне қарай жұптастырайық. Қымбат, арзан, аласа, биік, қараңғы, жарық, алыс, жақын, жұқа, қалың, жіңішке, жуан, қою, сұйық. Балалар, бұл сөздерді түстеріне және мағынасына қарай жұптастырдық. Бұл сөздер қарсы мәндес сын есімдер екен. Балалар, 46-шы жаттығуға назар аударайық. Байқасаңыздар, бұл жаттығуда мақал берілген. Көп нүктенің орнына қарамен жазылған сөздерге қарсы мәнді сөздерді қойып жаз. Жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Ақылды мақтанса істі тындырар, ақылсыз мақтанса аяғын сындырар. Балалар, осы мақалдың ішінен қарсы мәнді сын есімдерді тауып астын сызамыз. Жақсы, жаман, ақылды, ақылсыз. Бұл сөздер мағынасы қарсы сын есімдер. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.